Қазақстан темір жолы елдің басты күретамыры. Аймақтарды, адамдарды және тұтас континенттерді жалғап жатқан 16 000 шақырымнан астам болат жол. Қазақстан арқылы шығыс пен батысты, солтүстік пен оңтүстікті тоғыстыратын ең ірі халықаралық көлік дәліздері өтеді. Еліміз Еуразияның басты логистикалық орталығына айналып келеді. Жыл сайын тасымал көлемі еселеп өсіп жатыр. Жүк, контейнерлік тасымалдау мен халықаралық транзит қарқыны жоғары. Қазақстан өңірдегі жетекші көлік хабы ретінде орнын нық бекітті. Бүгінде жаңа темір жол желілері салынып, мыңдаған шақырым жол жаңартылып жатыр. Халықаралық терминалдар желісі кеңейіп, әлемдік саудаға жаңа мүмкіндіктер ашылды. Жолаушылар инфрақұрылымы да қарқынды өзгеріп келеді. Бүкіл ел бойынша 124 темір жол вокзалы жаңғыртылуда. Миллиондаған жолаушыға жайлылықтың жаңа деңгейі ұсынылады. Нұрлы жол вокзалында Қазақстан темір жолы музейі ашылды. Бұл бай тарих пен болашақ технологиялары тоғысқан бірегей мекен. Қазіргі темір жол тасымалды жылдам, қауіпсіз, әрі тиімді ететін цифрлық технологиялар, жасанды интеллект, автоматтандыру және озық инновациялар. Ал темір жолдың басты күші адамдар, машинистер, жол жөндеушілер, диспетчерлер, жол серіктер, инженерлер мен байланысшылар күн сайын ел қозғалысын қамтамасыз етіп отырған мыңдаған кәсіби маман. Сіздердің еңбектеріңіздің арқасында темір жол дамып, қалаларды біріктіреді, жаңа бағыттар ашып, Қазақстанның жарқын болашағын қалыптастырады. Елді алға жетелеген әрбір жанға алғыс айтамыз.